Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Агроталқы арнасының алғашқы подкастына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз топырақ жайында болады. Ал ол тақырыпты бізге түсіндірге, о тақырыпты ашуға және о тақырыпты бізге әңгіме өрбітуге арнайы ғалымдарымыз келіп отыр. Оң жағында Пошанов Мақсат деген бауырымыз, ғалым, топырақтану және агрохимия ғылыми зерттеу институтының ғалымы. Сол жағында отқан Дүйсеков Сәкен деген бұл да ғалым, топырақтану агрохимия ғылыми зерттеу институтының білікті де белсенді қызметкерлері. Ал жігіттер, қош келдіңдер студияға. Қош көрдік. Енді ауыл шаруашылығында жалпы біз енді қазақ болған соң біздің шығыс дәстүрінде де барлық нәрсенің бастауы топырақ деп жатамыз. Барлық нәрсенің адамның бастауы топырақ деген сияқты. Сол үшін біздің көрермендердің жалпы сұрауларына байланысты, көрермендерге түсінікті болу үшін, көрермендерге пайдалы болу үшін осы бүгін топырақ деген мәселеге бір кеңінен тоқталып өтсек. Өйткені сендердің нелерің, біліктіліктерің, жасап жүрген жұмыстарың тек қана бір еске алынған топырақ емес, бүкіл Қазақстанның топырағын зерттеп жүрсіңдер, о туралы бастарыңда том-том ақпараттар болуы мүмкін. Сол ақпараттарды аудиторияға бөлісіп жүрсек. Онда алғашқы қарапайым сұрағымыз, мысалы, мақсатқа қойып өтсем, мысалы, топырақ деген не? Мысалы, қарапайым сөзбен біздің көрермендерімізге түсінікті болсын. Ғылыми емес, мысалы, қарапайым тілмен топырақ дегеніміз не мысалы? Топырақ дегенді жалпы екі түрлі мағынада түсініп болады. Өлі зат ретінде, тірі организм ретінде. Өлі дейтініміз ол бір өздігінен жаңағы туылып, болмаса көбею мүмкінділігі жоқ болғандықтан, ал жаңағы тірі дейтініміз ол жерде өсімдіктер өсіп, микроорганизмдер дамып деген сияқты сол жағынан тірі организм ретінде екі түрлі бағытта қарастыруға болады топырақты жалпы. Әдемі, керемет жауап, өйткені мынау қызық ақпарат сияқты, мен үшін бір жерін білмейді екенмін. Ал онда кейінгі мысалы тағы да бір топыраққа қатысты бір сұрақ Сәкенге қойып өтсем, мысалы топырақ деп отырмыз, жаңағыда ол тірі дедіңіз, бір өлі дедіңіз. Енді соған бір кеңінен қарасақ, топырақ деген мысалы қалай пайда болады өзі жалпы топырақ дегеніміз? Жалпы топырақ деген тағы бір түсінігі айтып кететін. Топырақ дегеніміз қарапайым тілмен айтқанда жердің беткі құнарлы қабатын айтады. Топырақ деп жалпы алған кезде адамдар айта береді ғой, жаңа жер қазып жатырмын, топырақ алып келіп үйге есіктің алдына КамАЗбен топырақ түсірдім дейді. Негізі ол топырақ емес, ол жердің астынан қазып астың жағынан қазып алады дағыны, оны әкеп құрылысқа пайдаланатын заттар. Оны жыныс деп айтады, тау жынысы деп айтады, жаңа аналық жыныс дейді. Ал топырақ дегеніміз ол жердің беткі құнарлы қабатын ғана айтады. Яғни оның құрамында құнар болу керек, топырақ болу үшін. Жалпы қысқаша солай айтып кетсек болады. Ал оның құрамына келетін болсақ, өзі жаңа Мақсат айтып кеткенде, ол тірі әлі өлі дедік қой жаңа. Оның құрамы жаңа бірнеше бөліктен тұрады. Ол қатты бөлігі бар, оның топырақтың құрамында ауа болады, топырақтың өзінің қатты бөлігі болады. Және оның құрамында органикалық бөлік болады. Сәкен сөзің аузында қазір мысалы алға жүгірмей қойып, қазір көрермендерге кішкене не болмасын деймін да. Тағы бір жалпы бір немен бастасақ ақпараттар мысалы Мақсатқа. Жаңағы айтып өткендей, өздерің мысалы Қазақстанның көп жерін топырағын зерттеп жүрсіңдер, құрамымен бәрі нәрсе білесіңдер. Мысалы Қазақстанда қысқа тілмен мысалы қандай топырақтар кездеседі негізі? Қазақстанға алсақ, дүние жүзіне бармай қойып. Қазақстан мысалы қалай бөлінеді, қандай топырақтар бар, мысалы түрлері қандай, мысалы қысқаша бір сипаттама. Топырақтың жаңа таралуы Қазақстанда екі түрлі бағытта таралады, мысалы солтүстіктен оңтүстікке қарай, сосын таудың биіктігінен еңіске қарай, төменге қарай. Мысалы ретінде солтүстіктен оңтүстікке қарай айтатын болсақ, қара топырақтар солтүстікте, одан төмен қарай қара қоңыр, ашық қара қоңыр, сұр топырақ, солай төменгі оңтүстікке қарай солай таралады мысалға. Тауда солай, таудың ендік бағытта жоғарғы бөлігінде мысалға қара топырақтар болатын болса, одан төмен қарай қара қоңыр, ашық қара қоңыр, сұр қарай боз деген сияқты төменгі қабаттарына қарай топырақтар таралу солай орналасады. Мысалы жаңағы түсіне қарап, мысалы оның бір сипаттама беруге болады ма? Мысалы қара топырақ дедің, ашық қара қоңыр дедің. Оның түсіне қарап бір сипаттама беруге болады ма? Құнарлы, құнарсыздау деген. Ол сол түсіне байланысты негізі құнарлы соған байланысты айтылғанда, қара топырақ дейтін болса, ол жерде гумусы, қара шірінді мөлшері көп болғандықтан түсі де қара болады оның. Сондықтан да қара топырақ. Оның түсі жаңа ашыққа өткен сайын құнарлылығы азаяды, қара шірінді мөлшері де азаяды. Сондықтан ол қара қоңыр, ашық қара қоңыр,
сұр топырақ деуі сол жаңағы түсіне байланысты, құнарлығы да соған байланысты. Қаншалықты қара болса жаңағы, ол құнарлығы жоғары. Төмен болса жаңағы ашық бола бастайды былайша айтқанда топырақ, сұр топыраққа қарай. Яғни қарадан мысалы сұр түске жай қалай ауса, құнарлық та солай. Солай ауысады. Түсінікті. Жалпы мысалы құнарлық деген жаңа тоқтау жақсы, әдемі ақпараттар. Мысалы енді топырақ құнарлығы деген мысалы Сәкен. Айтты топырақ құнарлығы түсіне байланысты өзгереді деп. Ал топырақ құнарлығы дегеніміз не жалпы өзі? Топырақ құнарлығы деген мысалы қарапайым тілмен айтсақ, не ол құнарлық дегеніміз? Түсінікті тілмен айтқан кезде нәрі. Яғни өсімдіктің қоректенуі үшін қажетті нәр, топырақтың құрамындағы нәр. Ол мысалы ол бір зат болуы мүмкін бе нәрі деген? Жоқ. Ол да топырақта өсімдікте не сияқты ғой жаңағы адам сияқты организм ғой. Ол да өзің өмір сүру барысында өсімдікте әртүрлі қоректі талап етеді. Мысалы кішкене болып келе жатқан кезде бір басқа элементтерді қажет етуі мүмкін. Өсе келе қайттан басқа элементтерді қажет етеді. Одан кейін жаңағы түйін салып жеміс бере бастаған кезде басқа элементтерді қажет етеді. Яғни адамда сондай мысалы детский витамин деген болады, балаға беретін. Одан кейін өсе келе басқа витаминдер бере бастайды деген сияқты сондай. Сол сияқты топырақтың құрамында сол керекті элементтің барлығы болады. Яғни мен былай дұрыс түсіндім ба? Мысалы немесе көрінімді дұрыс түсіндім ба? Мысалы құнарлық деп өсімдікті жалпы бүкіл өсу фазасында керекті заттармен қамтамасыз ету. Солай ма? Иә. Дұрыс қой. Оның негізгі бір көрсеткіші жаңа айтып өттік. Қара шірінді негізі құнарлықтың негізгі көрсеткішінің бірі қара шірінді. Гумус деп те атайды. Одан кейінгі жаңа макроэлементтер. Азот, фосфор, калий деген сияқты. Негізгі көрсеткіші құнарлықтың сол қара шірінді есептеледі. Енді қара шірінді көп болса, құнар деген сонда ол. Құнарлығың негізгі көрсеткіші. Сол мәнге. Мысалы енді тағы да бір сұрақта, мысалы жаңа басында айтып өттің, мақсат ол тірі нәрсе дедің, мысалы немесе өлі деп айтын екі түрлі қарастырады. Мысалы құнарлыққа келейік енді. Яғни құнарлық бастапқы көрсеткіш екен. Мысалы құнарлық ол мысалы не ма? Мысалы сарқылу мүмкін, азаю немесе көбеюі, ондай нәрсе бар ма? Иә, ол нәрсе болатын нәрсе, мысалға дұрыс пайдаланбаған жағдайда құнарлық азаю. Дұрыс пайдаланбау дегенде егістікке дұрыс пайдаланбау. Дұрыс пайдаланбау деген мысалы қалай түсінуге болады дұрыс пайдаланбау деген? Жырту кезінде, немесе жаңа суғару кезінде, тағылай. Антропогендік әсерлерден мысалға. Адамның әсерінен. Яғни ол кезде не істеу мүмкін? Азаю мүмкін, сарқылуы мүмкін. Дұрыс пайдаланбау дегенді жалпы түсіне беру керек. Адам топырақты не үшін пайдаланады? Сол кезде қай жерде пайдаланады, сол кезде барлығында дұрыс пайдалану керек. Мысалы, тек қана егістікті қарастырмайық. Бұл жолды қарастырайық. Мысалы, жол салып жатқан кезде негізгі мемлекеттік стандарт бойынша жердің бетін, құнарлы қабатын, топырағын қырып алып тастайды. Оның орнына өзінің грунттарын әкеп, өз мамандары өзінің арнайы қабат қылып төсеп, қайтадан ана құнарлы қабатын негізгі алып тастайды. Үй салған кезде де сондай алып тастау керек. Сол сияқты дұрыс пайдалану дегеніміз солай. Жаңағы оны жол салғанда да, үй салған кезде де, мал жайылымы үшін пайдаланған кезде де оны дұрыс пайдалану. Яғни дұрыс емес пайдаланған кезде ол құнарлылығын төмендетеді. Яғни мысалы тақырыпты кішкене ашу үшін, түсінікті болу үшін, мысалы жаңа жер жыртқанда деп айтып, мысалы жер жыртқанда ол топырақтың азаюына қалай әсер етуі мүмкін мысалы? Терең жырту барысында топырақты құнарлы беткі қабатын, мысалы солтүстік уақыттарда егістік алқаптарын айтатын болсақ, терең жырту барысында беткі құнарлы қабатын астына қарай жіберіп, ауыстырып, құнарсыздандыру былайша айтқанда гумусты төменгі қабатқа жіберу, қара шіріндіні. Сол жаңағы әсері болуы мүмкін. Сосын мысалы мына жерге осы мысалы бір мысал келтіруге болады ма? Мысалы кезіндегі анау тың игеру жылдары болды ғой, бізде 54-ші жылдары басталған, иә? Соның мысалы әсері, мысалы жыртты олар жерді. Сол кездегі енді кезінде айтып жатады, сол жыртқан кезде топырақты мысалы жел болып, кезінде шабындық жер еді мысалы, өсімдіктер көп өскен кейін теріс аударған екен, топырақтың біраз құнары ұшып кетті желмен дейді негізі. Сол да негізі ақиқатқа келеді. Ақиқатқа келеді, ол аударған кезде желдер өздесі арқылы, мысалға топырақты аудармай тұрып, өсімдік тамырлары арқылы ол желге
төзімді болып тұрған ол құнарлы қабат 5 беткі қабаты. Ал аударғаннан кейінгі ол өсімдікті бәрін аударып жүрді төменгі қабатқа. Былайша айтқанда топырақтың беті ашық болып қалды. Жел арқылы ұшып кету процесі барысында сол әсер етті былайша айтқанда. Желдің әсерінен. Сонда мысалы Ол тың игеру деген сол жаңа орталық Қазақстан, солтүстік Қазақстанда болғандықтан ол жақта желдің жаңа бағыты қаттырақ болады, күштірек. Сондықтан да жел эрозиясына ұшыраған. Тағы бір осы тың игеруге қатысты айта кетсем, негізгі тың игеру кезінде осы ең бірінші осы әртүрлі саладағы ғалымдарды осы тың игеруге бірінші зерттеуге жіберген. Оның ішінде топырақтанушы бар, оның ішінде геоботаниктер бар, тағы агрономдар бар, тағы сондай мамандарды, ғалымдарды бәрін сан саладағы ботаниктер болсын, сан түрлі әр саладағы мамандарды біріктіріп экспедицияға жіберген, зерттеуге. Яғни олар зерттеп, олар қорытынды жасады. Бірақ олар қорытындысында айтты, мына жерді жыртуға болады, мына жерді болмайды деп. Яғни соларды кезінде сол жыртылды, жыртуға болады деген жерде жарамды. Өйткені не үшін ғалымдар оларға қорытынды жасап берді. Бұл жел эрозиясына төзімді, су эрозиясына төзімді, құнарлы, өсімдік ексе шығады, жауын-шашын жеткілікті деген сияқты қорытындылар шығарды. Ал кейін барып оны Кеңес одағы кезінде бәріміз білеміз. Кеңес одағы кезінде жаңағыдай талап қоя бастады. Сен мынанша өнім беруің керек, сен ананша өнім беруің керек. Сол кезде шаруалар не істейді, ол өнімді қайдан алады? Алады да қасында жатқан жерді жаймен қосып, жаңағыдай жерін, жаңағыдай жарамайтын жерлерді де солай қосып алған. Жыртуға жарамсыз. Ұлғайтудың барысында. Жаңағы бұл да жаңағы алдыңғы айтып кеткеніміз топырақты дұрыс пайдалану дегенге кіреді ол. Яғни ол жерді ғалымдар ұсынған пайдаланбау керек деген айтқанына қарамастан ол жерді жыртып тастады. Сол үшін ол жерде жаңағындай дұрыс пайдалануға. Енді мынадай бір шорт еткен бір сұрақ қойын ортадан. Мысалы Қазақстанның, мысалы өзіміздің Қазақстан территориясының топырақтары мысалы дейік, осы 100 жыл алдыңғыда, 100 жыл алдыңғымен дәл осыны топырақ салыстырсақ құнарлы солай ма негізі? Бір ауыз сөзбен иә жоқ. Құнарлығы жоқ, төмендеп жатыр. Төмендеп жатыр ма? Иә, төмендеп жатыр. Құнарсыздануы не зор, үдемелі түрде ма жоқ? Ол бір табиғаттың өзінің заңдылығы бойынша азайып жатыр ма? Жоқ. Адамдардың араласуына антропогендік факторлар бойынша болып жатыр ма? Екеуі де бар, өйткені жаңа жылыну процесі деп жатырмыз ғой, температураның, климат, ғаламдық жылыну. Өсімдіктер ол топырақ құнарлығы бір ғана фактор әсер етпейді мысалға. Адам ғана болмаса, климат қана, ол жерде өсімдік жамылғысы бар, бетінде жайылып жүрген мал бар, жаңағы егістік егіліп жатқан жер бар, соның бәрі әсер етеді мысалға. Ол жауын-шашын мөлшері бар, климат әсері. Жауын-шашын көп түспейтін болса, ол жерде өсімдік өспейтін болса, құнарлық міндетті түрде азая бастайды. Ол құнарлықтың бәрі бір-біріне байланысты нәрсе. Қара шірінді, иә. Бір топырақтың пайда болу деген, мысалы біреулер үшін қызық болуы мүмкін да. Сол мысалы бір тау жынысында, яғни елдер тас дейді ғой мысалы. Негізі ғылымда тау жынысы дейді арасы. Сол тау жынысы мысалында түсіндіріп беруге болады, мысалы қалай пайда болады, қалай топыраққа айналады ол. Ол 5 фактор бар әсер етудің жаңағы топырақ пайда болуына. Біріншісі уақыт, одан кейін климат, одан кейін жаңағы жер бедері, орналасуы. Сосын антропоген адамның әсерінен, ол 6-шы фактор деп қарастыруға болады. Одан кейін қалай еді? Климат бар ма? Климат бар. Ауа райы. Климат сол жатады. Осы факторлар. Осы факторлар. Мысалы, тау жынысына аналық жынысына топырақтың пайда болуы. Тау жынысын алатын болсақ, мысалы, оған жауын-шашын түседі, күннің түсу процесі бар, ол үгітіледі, майда тастарға айналады, тастар құмдарға айналады. Құмдар жылдар өте келе топырақ пайда болуына әсер етеді жаңағы. Топырақтың пайда болуына құмнан кейінгі процесс. Яғни мысалы жынысты сөйтіп қарастыруға болады. Иә. Тас бірінші бір жыныс болды, үгітілді, процестерге түсіп. Ыстық болды, жылы болды, ылғал болды, құрғақ болды. Сонымен ыдырады. Оның бірақ жаңа бірінші айтып өткенде уақыт керек, көп уақыт керек топырақтың пайда болуы үшін. Біздік сияқты мысалы 1-2 жылда болатын нәрсе емес қой. Иә. Яғни бұны былай түсінуге болады сияқты, мысалы егер топырақты қадірлеу, оны қастерлеу деген сияқты, өйткені 1-2 жылда пайда бола салатын зат емес.
бір ғалымдар зерттеу жүргізген, мысалы 1 сантиметр топырақ пайда болу үшін жүздеген, одан да көп мыңдаған жылға дейін уақыт керек болады. Мысалы 1 сантиметр топырақтың өзінде, топырақтың беткі қалыңдығы, иә. Ол уақыт деп атқанымыз сол уақыттың процесі арқылы пайда болған дүние. Сосын тағы бір айтып кететін, топырақ не? Топырақ ресурс. Қандай ресурс? Екі түрлі ресурс болады, жаңа қалпына келетін ресурс болады, жаңа қалпына келмейтін ресурстар болады. Қалпына келмейтін ресурстарға ол мұнай, газ дегендер жатады да. Пайдалы қазбалар, пайдалы қазбалар. Қазір қазып аласыз, ол барлығы мерзімі бар. Және көлемі бар. Бәрін ғалымдар зерттеп қойған. Мына Қашаған кен орнында мынаншама мұнай бар, ол мынанша жылдан кейін бітеді деген сияқты сондай. Олардың өзі қалпына келмейтін табиғи ресурстар. Ал топыраққа келетін, күн сәулесі ол сарқылмайтын ресурс болып саналады. Топырақ. Ал топырақ екеуіне де жатады. Не үшін? Өйткені егер оны дұрыс пайдаланбасаңыз, егер оның осылай құнарлығын төмендете беретін болсаңыз, ол қайта қалпына келмейді. Яғни оған қайта қалпына келу үшін миллиондаған жыл керек. Мұнайдың қалпына мұнай пайда болатындай жыл керек та. А ол егер күтіп баптап, солай ұстайтын болса, ол өз сарқылмайтын ресурс болып табылады. Енді бір қызық сұрақ болсын, жаңа негізгі біздің топырақты ауыл шаруашылығында пайдаланамыз ғой, негізі өсімдіктер қоректендіруде, дақыл өндіруде. Негізі сол енді ауыл шаруашылығында. Мысалы соның бір не болсын, өсімдіктер мысалы топырақтың қалай қоректенеді, сол туралы қысқаша бір айтып бере аламыз ба? Кім қалай қоректенеді мысалы өсімдіктер? Жаңа Сәкен басында айтып өттің ғой, мысалы әр кезде әртүрлі пайдаланады. Мысалы топыраққа ектің, мысалы ол топырақты бүйтіп мысалы елестетейік та, мысалы қара топырақ, мысалы өсімдік өсіп тұр, тамырлары, жерде қара топырақ жатыр. Сол қара топырақты сіңіре ма былай? Қара шіріндіні деген сияқты. Жоқ, ол басында айтып кетті ғой, жаңа топырақ өз әртүрлі бөліктерден тұрады. Минералдық бөлік, органикалық бөлігі болады. Органикалық, минералдық бөлігі болады. Топыраққа түскені жаңағы өсімдіктің қалдықтары, жан-жануардың қалдықтары болсын, олардың бәрі органикалық бөлік болып саналады. Олар биологиялық, болмаса химиялық, физикалық әсерлерден неше түрлі. Олар ыдырап, ол минералдық күйге ауысады. Минералдық, ал өсімдік сол топырақтан минералдық күйінде алады. Басында айтып кеткенде жаңағы элемент күйінде, яғни фосфор, калий болсын, жаңағы натрий болсын, сондай тек элемент күйінде қабылдайды. Минералдық түрінде ғой. Минералдық түрінде, яғни. Мысалы енді сонда енді тақырыптан алғарап жүгіріп кетейік, сонда да еске түсіп тұрған сұрақ, мысалы сонда біреулер ойламау мүмкін, мысалы көңді алып, мысалы топыраққа тастай салды, сол жыл ол өсімдік көмектеседі деген, яғни ол минерализацияға түспей, пайдасы жоқ, ол қате түсінік. Оның пайдасы бар әрине, бірақ ол бірден әсер етеді. Уақыт өте келе. Сол үшін оны адамдар көп жыл тастайды бірінші. Шірітіп, тастап, әбден ыдыратып, оның солай тастап. Жас кезінде тастасаң, ол әсері болмайды. Бірақ олардың әсері топырақтың басқа қасиеттеріне әсер етеді оның. Тастамау, ол сөз деген тастамау керек деген емес, ол органикалық қалдықтарды. Органикалық қалдық тастау керек. Неге? Ол өйткені топыраққа кері әсер ететін бүкіл факторларға әсер етеді. Яғни оның эрозиясына ұстауға, эрозияны жаңа айтып өткендей, су эрозиясы болсын, жел эрозиясы болсын, соны ұстауға, болмаса тағы да оны тұздануынан сақтайды. Оның жаңағы топырақтың қатып қалмауына әсер етеді. Оның топырақтан құрамында судың, буланып кетпеуіне әсер етеді. Сондай оң әсерлері де бар деп айтуға болады. Оң әсері бар. Өсімдіктің өсуі деп айттыңыз ғой, жаңа қалай әсер етеді, қалай өседі дегендей. Ол тірі организмді есептемейтін болсақ, топыраққа тастаған нәрсеміз мысалы, оған бір ғана фактор әсер етпейді, оған жылу әсер етеді, ылғал әсер етеді, жаңа дән түскен дәнге. Топырақтағы ылғалды айтып жатырмын, суда жаңағы. Оны өлі дейтін болсақ, ол жерде өсімдік өсіп шықпаушы еді. Тамыры дамымаушы еді ол. Тірі организм деп айтуымыздың да бір себебі сол да. Топыраққа тастаған нәрсеміз дән дейтін болсақ, мысалға бидай дән. Температура белгілі бір қалыпқа жеткен кезде, көктемгі уақытта
өсуі, одан кейін ылғал әсер етеді, жаңағы топырақтың бүршік атуына, жібуіне деген сияқты, оянуына. Ары қарай тамыр жайып, топырақтан жаңағы Сәкен айтқандай минералды қоректік элементтер бойына сіңіріп, ары қарай өсіп шығады. Топырақтан өсіп шығады. Әдемі, жақсы. Яғни біз өсімдікті дұрыс түсінуіміз керек, өйткені яғни ол минералдық түрде қоректенеді деген, органикалық заттармен емес, минералдық түрдегі заттар. Яғни біз сонда топырақтың құрамындағы болатын минералдану процесі бар ғой. Яғни соған біз көмектесуіміз керек, қолдан келетін болса. Яғни ол табиғи да болуы мүмкін, адамды көмектесуі. Адамды әсер етуі мүмкін. Енді мысалы қазір көрермендерден келіп түскен сұрақтар бар да, мысалы қарапайым, мысалы соларға кішкене тоқталып өтсек арасында. Өйткені біз алдын ала сұрақтар жинадық қой, жаңағы алдын ала бір әлеуметтік желілерді таратып. Мысалы мен қазір ойыма келіп тұрған бір сұрақ бар да. Көп үшін маңызды деп саналам. Мысалы топырақты мысалы тығыздалу бар ғой, мысалы. Кейде біреулер тығыз болуы мүмкін де, мысалы. Сол мысалы өсімдіктің өсуіне әсері бар ғой, мысалы. Немесе тығыздалудың мысалы біздің адамдар тоқтата ала ма оны немесе жақсарта ала ма оны ол процесті мысалы. Әрине тоқтата алады, тоқтату керек. Өйткені ол өсімдіктің өсу үшін өсімдіктердің барлықтарын тамыры топырақта тұрады. Ал топырақ ол өсімдіктің былайша тілмен айтқанда аузы ғой. Сол арқылы ішеді, жейді. Ол аузы, оның тамыры көп болған сайын, ол тамыры тереңге кеткен сайын, жан-жаққа жайылған сайын, ол жақсы қоректенеді. Жақсы қоректенген кезде адамдар мол өнім ала бастайды. Ал егер тығыздалып қалса, ол өсімдіктің тамыры таралмайды, даму тежеледі. Даму баяулайды, тамыр таралмай жан-жақтан қоректік элементтерді ала алмағандықтан ол дұрыс өнім де бермейді. Мысалы, сөзің аузына, мысалы, тығыздалуына не әсер етеді мүмкін мысалы? Тығыздалуына ең бірінші өңдеу, топырақты өңдеу, механикалық өңдеу. Қазіргі осы шетелде шығып жатқан қазіргі тракторлар мен комбайндардың барлығында дәу жалпақ дөңгелек, 4 қатар болмаса, одан да көп дөңгелектер шығып жатыр да. Олар не үшін істеп жатыр оны? Бір сәнді болсын деп, жаңағыдай тракторым тез жүрсін деп істеп жатқан жоқ. Оның бәрі жаңағы топыраққа салмағын түсірмес үшін, топырақта тығыздап тастамас үшін қазіргі жасалып жатқан. Оның бәріне көз жеткен нәрсе барлық тек біз емес, бүкіл агрономдар, барлық ел техника жасайтындардың барлығын көз жеткен нәрсе ол. Топырақтың тығыздалуына ең бірінші техника, жаңағыдай дұрыс егістік алқабында жүрген техника. Егістік алқабында мысалы, бізде адамдар келеді дағаны, мысалы, жағдай жоқ, болмаса өнімді тез жинап алып кету керек. Жаңбыр жауайын деп жатыр дейді дағаны, 3 тонна артатын тракторға 5 тонна артады, 6 тонна артатын КамАЗға мысалы 10 тонна артады, сөйтіп шамадан тыс артып алып кетеді. Біріншіден, екіншіден жаңағы техниканы жаңағы қайта жүріп өту. Қазіргі техникалардың дамып кеткені соншалықты қазір бір рет техника жүріп өтеді. Өзі, бір агрегат жүреді, жыртады, себеді, тыңайтқыш береді, жаңағы артынан тегіс жағындай тырмалап кетеді деген сияқты. Тығызданудың алдын алу үшін істеліп жатқан нәрсе. Енді мысалы көрермендердің мынандай сұрақ болуы мүмкін да, жарайды, мысалы біреудің есіктің алдында ауласы бар дейді да, мысалы бау-бақшаға, көкөніске. Мысалы ол жерге де мысалы трактор кірмейді. Ол жерде тығыздалу мүмкін ба? Мысалы адам көп жүре беруі мүмкін, немесе мал жүруі мүмкін. Тығыздалу мүмкін, өйткені қопсытпасақ топырақты мысалы. Ол жаңағы техника кірмейді дедіңіз ғой. Суғару арқылы тығыздауыңыз мүмкін ғой сіз. Суғару арқылы суғарасыз, топырақ нығыздалады, былайша айтқанда су бастыру жаңағы суғарған кезде арықпен неге қылған сияқты. Оны қопсыту арқылы жаңағы қалпына келтіріп отыру керек. Ол техника кірмеді деп қана ол тығыздалды деуге келмейді, жаңағы тығыздалмайды деуге. Ол жаңағы суғару арқылы сіз арғы жасайсыз деген сияқты. Сол бір мысалы, жақсы, рахмет. Мысалы, енді негізгі сұрақтарға өте бастасақ, жалпы мен ойлаймын, топырақ деген жалпы түсінікті болған жерін көрермендерге осы айтылғандардың несінен қарапайым тілмен. Енді ол, мысалы, біз өзіміз 6 жыл оқыған нәрсені біз бұл жерде 15 минут, 20 минутта айтып бере алмаймыз ғой енді, бірақ жоқ, 6 жыл емес. Қарапайым тілде. Қанша жыл болды сіз жүргенде? Сәкен істеп жатқан ғой, 12 жыл болды ма?
Иә, 13 жыл болды. 13 жыл болды. жұмыс істеп жатқанымыз жұмыс істеп жатты. Сонда жоқ, оқығанымызды айтып жатырмын да, мен жұмыс деген бөлек. жоқ, бәрібір сол сала ма? жоқ, шынымен де өйткені мынау 10 жылдық тәжірибеңде жарты сағат айту деген аз жетпейтін нәрсе ғой. Иә. Жалпы түсіндіруге болады осылай қарапайым тілмен егер. Бірақ мысалы енді жарайды, рахмет, жалпы мен ой түсінікті де болды деп ойлаймын. Енді анау сұрақтарға өтсек, бізге сұрақтар келіп түскен де біраз. Соған мысалы енді бірінші өздерінен бірінен естігім келіп отыр, бірінші сұрақтарға кіріспей мынаны айтып өтсек. Ең мысалы шаруалардың біздің мысалы көріп жүрген өздерің көздерің көріп жүрсіңдер, зерттеп жүрсіңдер, негізгі қателіктер бар ма топыраққа қатысты? Топырақ құнарласыздандырып жіберуі мүмкін, немесе топырақ дұрыс пайдаланбауы мүмкін. Соған қатысты негізгі бір қателіктер бір-бір айтып шықсақ. Кімнен? Мақсат өзің бастасаң. Жаңағы қазақта да сөз бар ғой, топырақты күзде жұрт, оңтүстік бағытқа келетін болса, оңтүстік облыстарға топырақты күзде жұрт, күз жұрт, жүз жұрт дейді да. Күзде жырту деген сөз топырақты қопсыту. Топырақтың ауа процесі бар ішіндегі, ылғал жинау процесі бар, соның бәрін әсер етеді, жырту процесі. Соны айтуға болады. Одан кейін егістік жаңа алқабын өсіп тұрған кезде суғару нормаларын білу. Яғни күзде оны жырту маңызды болып тұр ма? Иә, маңыздырақ. Күзде жырту керек сонда. Сосын жаңағы суару нормаларының негізгі көрсеткіштері сол жаңағы дұрыс суармаудың нәтижесінде болмаса не болады дұрыс суармаса? Дұрыс суармасақ жаңағы тұздануға бейім топырақ болатын болса егерде екіншілік тұздану болуы мүмкін. Сол сияқты жаңағы эрозияға бейім болатын болса шайылып кетуі мүмкін сумен деген сияқты. Құнарлы қабатын шайып алуыңыз мүмкін. Жақсы. Сәкен өзің қандай мәселелер бар өзің көріп жүрген шаруалар топыраққа қатысты? Енді топыраққа қатысты көріп жүрген ол адамдардың өзін істеймін деп істегендері емес, менің көріп жүргендерім адамдардың шамасы жетпегеннен кейін істей алмай жүрген нәрселері. Істейін деп істемейді, істемейін деп істейді ғой деген ме? Істеймін деп істей алмайды ғой. Шамасы жетпейді. Қаржылай шамасы жетпейді. Мысалы, жаңағы өзің айтып кеткен, жаңағы тоқталып өткен тығыздалу. Бізде тығыздалуда алдына онымен күресу үшін ол міндетті түрде тығыздалады. Ол соқа кіргеннен кейін ол топырақтың 30 сантиметрінен кейін ол беті қопсығанмен одан ары қарай тығыздалып қалады. Соқа жүргеннен. Оған міндетті түрде жаңа терең қопсыту жүру керек. 5 жылда, 4 жылда. Терең қопсыту қанша сантиметр шамамен? Ол жаңа 50-70 сантиметрге дейін. Яғни оны жырту ма жоқ, жыртып өту ма былай тереңнемен біріне? Терең қопсытқыштар бар арнайы. Терең, бұзып өтеді жаңағы. Бұзып өтеді, жарып, сызып. Астын, аударып тастау. Аудармайды ол. Жер жаңағындай жырту әшейін. Астын жыртып. Сытыра жыртып кетеді. Жаңағы нені пласт болып қатып қалады ғой берді. Жаңа жыртылатын қабат жаңа 30 сантиметрден кейін ары қарай пласт болып қалады. Соны жырту. Оған жаңағы көп адамдардың шамасы жетпейді оған. Ең бірінші техникасы болса жаңағы оған қаражаты жетпейді деген сияқты, сол тұқымның тыңайтқыштың өзіне зорға қаражат жетіспей отқан адамның сондай қарапайым элементарны істеу керек нәрселерді істей алмай отқан жағдайда. Негізі тығыздалу деген, тығыздалу өте маңызды нәрсе. Алдын алу да, оны жол бермеу деген. Мысалы мен бір рет өзім мынандайды көргенмін, мысалы қарапайым жолын егістік жағдайында, мысалы жерге ағаш па бір темір ма нені тығу арқылы сонымен тірелген жері, яғни оның астына тығыз қабаты деген. Сол не сөйтіп әлі күнге дейін қолданыла ма ондай тәсіл? Жерге мысалы тығып, бір жерге тірелсе, яғни оның асты тығыз, жаңағыдай Сәкен айтқандай, соқаның басы тіреліп оны қатырып тастады деген сияқты. Ол бір жыртылған жерге пайдалану керек шығар, жалпы жыртылған жерге, иә. Ол тереңдігін өлшеу ғана болатын шығар, ол жыртылған қабатын анықтау мақсатында. Сонда, иә. Ал бұлай тығыздығын анықтау ол тығу арқылы. Мысалы жаңағы Сәкен айтқан соқа жүре берді дейді, сол мысалы бет қабат бір 20 сантиметр бос дейді, мысалы жаңа терең жырту жоқ. Сосын ол қабатын қатты дейді мынандай. Ол жерде мысалы мынандай бір қабат қалыптасуы мүмкін, солай ғой? Соқаның тұмсығы тие берген соң, енді жүре берген соң қатады ғой. Мысалы сол жерге өсімдіктің тамыры өскен екен бүйтіп, ары қарай өте алмауы мүмкін ба? Өте ала ма? Сол мынандай қабатты бүйтіп. Өте алмайды? Өте алмайды. Яғни өте маңызды нәрсе шынымен де оны жаңағы алдын алу үшін жаңа сен айтқандай бұзу керек ананы. Бұзу керек, жырту керек.
аудармау керек, жырту керек. Жырту керек, иә, жырту тікелей мағынада. Жақсы. Онда біздің анау нелерге тоқталып өтсек, сұрақтарға. Мысалы, көп қойылған сұрақтың бірі тұзданған топырақтарға қатысты ғой. Тұзданған топырақ. Мысалы, жаңағыдай қысқа шағаны тұзданған топырақ дегеніміз не? Мысалы, ол тұзданған топырақ деген не мысалы? Ол аузың салып көрсең тұз сияқты бола ма деген сияқты. Сосын ол қалай пайда болады? Сосын оны не істесек, мелиорация шарасы яғни қалпына келтіруге, немесе алдын алу. Осыған тоқталып өтсек, жабылып. Иә. Тұздану деген жаңағы топырақтың тұздануына келетін болсақ, топырақтың құрамында еритін тұздар бар ғой жаңағы. Қант суға салсаң еритін сияқты. Иә, тұз салсаң еритін сияқты. Иә, тұз салсаң еритін сияқты. Еритін тұздардың мөлшері 0,2%-тен жоғары, 0,2%-дан жоғары болса, ол тұзданған топырақ болып есептеледі. Оны біз бірақ үй жағынан есептей алмаймыз ғой. Үй жағдайында есептей алмаймыз ол мәселені. Зертханада ғана. Зертханада есептеу керек. Арнайы құрылғылар бар негізі, жаңағы тасымалданатын құрылғылар. Олар арқылы да есептеуге болады, бірақ қарапайым қолмен өлшеуге келмейтін дүние ол. Жаңағы тұздануда. Ол топырақтың тұздануына әртүрлі факторлар әсер етеді. Ол біріншісі мысалға аналық жынысында тұз болуы, топырақ жаралған кезде өзі, жаңағы минералдан деп бастадық қой. Сол минералдық құрамында тұз болуы мүмкін ол. Яғни оны тоқтата алмайсың оны. Иә, топырақтың жаратылысында, аналық жынысында дейді. Яғни түп қасасында тұз болса, ол тұз болып қала береді сол. Тұз болуы мүмкін. Екіншісі, суғарылатын суымыз арқылы келуі мүмкін егістікке. Суғаратын жаңағы суымыз. Ол жаңағы тастанды су болуы мүмкін, жаңағы құбырлардан алынған су болуы мүмкін. Өзенмен ағып келетін жаңағы, жалпы өзенмен ағатын тұщы сулар негізі Қазақстанда. Бірақ жердің астынан шыққан су жер минералданған ол болуы мүмкін. Одан кейін желдің әсерінен тұздар ұшып келуі мүмкін полеңізге, егістік алқабыңызға. Біздің жағдайда оңтүстікте кездесе ме? Ұшып келу деген жоқ, Арал жақта ма? Кездеседі, Қызылорда облысында кездеседі мысалға. Ол жақта арал тұз ұшып келеді. Иә, тұздардың ұшып келуін. Мен бір жерден оқығам, даже жаңағы осындай тұздар Антарктиданың тұзынан табылған. Аралдың тұзы. Иә, мұздың үстінен табылған деген сондай ақпараттар бар. Аралдың тұзы. Ғалымдар сондай тапқан, иә. Ол бұл былай анықтағанда аралдың тұзының иондары бар. Иә. Қайталанған мысалы, өзіне ғана тән иондар. Жаңағы құрылысында. Сол иондарды жаңағы Антарктиданың мұздың бетінен тапқан. Ол тұз деген мұзды ерітеді. Сондай. Еру процесіне әсер етеді. Жаңағы глобалдық, ғаламдық проблема деп аралды айтудың сол бір себебі. Тұздар ұшып жатыр, басқа бағытқа барып қонып жатыр ол. Мұздар еріп жатыр. Иә. Мұздар да бөлек басқа егістік алқаптарына қонып ол жаңағы тұздану процесіне әсер етеді. Ол мысалы мынандай емес пе? Мысалы Қызылордалық мысалы Антарктидаға барып бір жерге тамақ істегенде арал тұз төгіліп кетіп. Кішкентай мөлшерде төгілу ол ион тұзда қалуы мүмкін ол жаңағы. Енді жарайды, енді түсінгеніміз аналық жынысы тұзданған болатын болса, біз оны өзгерте алмаймыз, иә? Ол тұзды болып қала береді. Немесе суарғаннан болады дедік жаңағыдай, тұзды болатын болса, немесе ұшқаннан желден. Енді біз оның алдын аламыз ба негізі оны мәселелерді немесе ол жаңағы аналық жынысында да болған тұзды егістік жерге айналдыруға болады. Ол жаңағы сумен шаю арқылы, сумен бастыру арқылы жаңағы егістік алқабында. Шаю дегенге келетін болса, тұзбен жаңағы егістік алқабын. Судың беткі қабатында жаңағы жыртып, сумен жаңағы егістік алқабын бастырып, суды жалпы суғарып, соны тастанда ағатын жаңағы ағыс бөліктеріне дренажный каналдар ма жаңағы солай айтуға да болады. Сол арқылы ағызып жүру керек. Ол полеңізде қалып қойса егерде ол жаңағы есіктен ауланды дейік мысалы бір. Есіктен аулады, иә. Ағызып жүруге мүмкіндік жасау керек. Яғни мысалы бірінші суды бетіне толтырдық дейік та мысалы. Иә. Еруге мүмкіндік жасадық тұзды. Иә, сосын ашып беруіміз керек. Иә, ашып жіберіп ағызуымыз керек. Ол астына сіңіп кетпей ме? Астына тұздар сіңбейді, өйткені топырақта еріген тұздар суға бетіне бет қабатында қалады. Егер ол кептірсек, топырақтың бет қабатында қалады, су ұшып кетеді булану процесі арқылы. Ал тұздар топырақтың бет қабатында қалып қояды. Оны не істеу керек мысалы суды ағызып жіберсеңіз бірден ағып кете ме олар? Иә. Яғни суды аз қалдырмай сарылатып ағызып жіберу керек. Иә, бүкіл полердегі егістік жаңағы аулаңызда болса, суды ағызып жүруге мүмкіндік жасау керек. Яғни ол үшін бізде суды кетіретін біздің арнайы бір арығымыз, каналымыз болу керек. Болу керек, иә. Солай. Бір жолы бұл, иә? Бір жол. Бір жолы. Екінші жолы жаңағы органикалық тыңайтқыштар қолдану. Көң сияқты ма? Көң. Кез келген көң ба мысалы сиырдың бар, қойың бар, жылқынікі бар, тауықтікі бар мысалы. Сиырдікі. Ірі қара малдікі дейді. Ірі қара малдың көңін қолдану керек. Біріншіден. Ол сілтілікті төмендетеді. Одан кейін ол көң топырақтың құрамындағы жаңағы қара шіріндіні көбейтеді.
Одан кейін тағы бір егер күресудің амалы емес, енді бұл тұзданған топырақтарды қолданудың тағы бір амалы галофитті мәдени дақылдарды өсірсе болады. Галофитті деген не ол? Галофитті деген тұзға төзімді. Мысалы қандай бізде не бар мысалы? Бізде қазіргі ең көп өсіріліп жатқан судан шөбі, суданка дейді. Донник, жаңа тұзға төзімді. Жоңышқа егсе. Малазықтық дақылдар ғой. Малазықтық дақылдар. Яғни олар топырақта өсе береді, оған өнім жақсы өнім алуға болады. Иә, жақсы өнім алуға болады. Негізі тұзданған топырақтардың жаңағыдай ең минималды болғанның өзінде құрамда тұз. Яғни өз 5 категорияға бөлінеді. Тұзданбаған, әлсіз тұзданған, орташа тұзданған деп. Күшті тұзданған және өте күшті тұзданған деп. Сол әлсіз тұзданғанның өзі, бірінші категориясының өзі қалыпты өнімнен 20%-ға кем өнім аласыз. Сіз егер топырағыңыз әлсіз тұзданғанның өзінде 20%-ға өніміңізді кемітеді. 10 тонна өнім алу деп жоспарлаған болсаңыз, әлсіз тұзданған жер болатын болса, 8 тонна уже 20%-ға кем өнім аласыз. Тұздың әсерінен жаңағы егістік алқабыңыз тұзданған болатын болса. Ол ары қарай класы жоғарылаған сайын өнімділікке сол сияқты төмендей береді. Мысалы, бір сұрақта, мысалы топырақ үш нәрседен тұрады, мысалы қатты қабаты, сосын су қабаты, үш судан, сосын газдан, үш бөліктен тұрады ғой. Бос ауа қабаты. Үшеуінің қарым-қатынасы бұзылатын болса, топырақ құрылысы бұзылады, дұрыс қой, иә? Өзі бір арақ жақсы қарым-қатынаста болу керек, өтеді. Мысалы, сосын жер асты су бар, ыза су. Мысалы, жаңа мақсат айтты, мысалы, аналық жанысы тұзды болуы мүмкін деді, мысалы. Мысалы, жер асты суы деп айтайық, мысалы. Ол көтеріліп түсуі мүмкін ба? Иә, көтеріліп түсуі мүмкін. Мысалы, енді қара, мысалы, капиллярлармен көтерілуі мүмкін, мысалы. Мысалы, біреулер жеміс ағаштарына кетейік та, мысалы. Біреулер, мысалы, дәстүрлі ағаш егетін болса, тамырлары 1,5 метрге кетуі мүмкін, мысалы. Сол кезде мысалы, астына ыза суға тиетін болса, ол әсер етеді ме? Иә, айтасыз ба сізге? Тұз әсер етеді. Әсер етеді, өйткені ол тұзға төзімді ағаш болмаса, оның құрамында суда ериді ғой. Тұздардың бойына сіңіп кетеді. Иә. Ол әсер етіп, бойына сіңгеннен бұрын ол өспейді одан. Өспей қалады. Мысалы, енді соны анықтау үшін бір тәсілдер бар ма? Мысалы, қалай анықтауға тереңдігін өлшеу үшін? Қанша жер жатқан? Жер асты суына байланысты 3 категорияға бөлінеді негізі. Гидроморфты дейді топырақтардың жаңағы қасиеті. 3 метрге дейін жатса, 3 метрден жоғары жатса, гидроморфты топырақтар. 3 метр мен 6 метр тереңдікте жатса, жер асты суы, жартылай гидроморфты. Ал 6 метрден төмен жатса, ол автоморфты. Ол 6 метрден төмен жатқан су, ол ешқандай дақылға әсер етпейді, жаңағы 6 метрден төмен жатса. Сонда бізге жаңағы жартылай гидроморфты болып тұр. 3 метрден жоғары болса, гидроморфты топырақ. Гидроморфты. Иә, жер асты суы өсімдікке әсер етуі мүмкін ол. Оны біз қалай анықтаймыз оны? Жаңағы құбырлар қазу арқылы өзі наблюдательный скважина қазақша болады. Бақылайтын құдықтар ма? Жоқ, ондайлар суармалы жерлердің барлық жерінде бар ондай трубалар. Жоқ, мысалы мен айтпағым, біреудің есігінің ауласында болуы мүмкін ғой бар. Есігінің ауласында жақсы көретін адамдар болады ғой. Сол үй жағдайда қазу ғана қала ма жерде? Тереңге қазып, қай жерін су шығады, сол жер болады. Яғни ыза суының деңгейін анықтауды ағаш өсіруге несі бар? Әсері бар. Сол суды алып біз зертханада тұздамаған зерттей аламыз. Зерттеуге болады, иә, жер асты суын. Ең бірінші тәсілін айтайын ба? Туалет қазу керек. Осы көршіңіз біреу қазса, содан көру керек. Туалет қазасыз. Яғни сондағы біз жаңағыдай тәсілдердің бір айтты, жаңа не дедік, органикалық зат қолдандық, сумен шаю керек дедік. Сосын үшіншісі андай түрлі нені өсіру керек, төзімді дақылдарды. Тұзға төзімді. Тағы бір тәсіл бар, химиялық жолмен. Химиялық әдісі бар. Мысалы гипс, болмаса әк. Кәдімгі қарапайым гипс, жаңағы болмаса әкті қолдану. Қарапайым гипсті қолмен аяқтағаннан көрген адамдар. Оны сен айтшы басының. Жоқ, оны дұрыс, мысалы, көре берсін, мысалы, гипс табыла ма, мысалы, қарапайым гипс? Қарапайым гипс дегенде ол Тараз облысында, мысалы, Жамбыл облысында. Фосфорлы завод бар. Иә, фосфорлы завод бар. Фосфордың негізі жаңағы кеніші пайда не қылу. Фосфогипс. Фосфогипс. Фосфорын алады, былайша айтқанда. Гипсі топырақта жаңағы қалып қояды. Жаңағы отход ретінде, қалдық ретінде. Сол қалдықты қолдануымызға болады, мысалы. Болады, иә? Ол береді, қалдықты қолдануға болады. Ол ғылыми сәл негізгі айтады кететін болса, мысалға, тұзданған топырақтарда жалпы.
топырақтың сіңіру кешені деген бар, жаңағы қатты қабаты деп жатырмыз ғой. Бұл натрий басым болғандықтан жаңағы натрий элементі басым болып көбейе берсе, тұздануға жаңа әсер етеді. Ол өсімдікке кері әсер етеді жарайды. Натрий кері әсер етеді. Кері әсер етеді деген қалай түсінуге болады? Зиянды өсімдікке. Яғни оны дұрыс дамымай қалуы мүмкін. Дұрыс дамымай қалуы мүмкін, иә. Ол қайдан келеді, натрий қайдан көбейеді ол? Жаңағы минералды тыңайтқыштар береміз ғой. Тыңайтқыштар береміз, ол белгілі бір мысалға азот тыңайтқышы, жаңағы азот селитр аталатын болса, көпшілік қолданады. Ол 34% азот мысалға. 34%. Қалған 66% минерал тұздар ол. Түрлі. Түрлі, неше түрлі. Оның ішінде натрий болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Сол сияқты. Егер фосфогипс аяқтайсың, фосфогипс шашу арқылы топырақтың сіңіру кешенінде кальций енгізе бастаймыз. Ол кальций топыраққа пайдалы. Ол борпылдақ жаңағы топырақтың тығыздылығы бәрі бір-біріне байланысты сол. Борпылдақ болуына әсер етеді, топырақтың жаңағы сіңіру кешенінің дұрыс болуына оң жағдай жасайды былайша айтқанда. Фосфогипс шашу арқылы топырақ сіңіру кешенінде сіңіріліп тұрған натрийді кальций ығыстырып шығарады. Ол су ерітіндісіне кетіп қалмайды. Су ерітіндісіне, иә. Мысалы, енді натрий деп айтып жатсың, мысалы бізде көрермендерден бір сұрақ келіп түскенде, мысалы мен қателеспесем, мен баяғыда оқығанмын топырақтан натрий көбейетін болса, ол кейбір топыраққа айналады дейді. Иә, ол бізде бір сұрақ келіп түсті осындай, кейбір топырақтар деген. Мысалы, мынандай біреу айтады, жерді суарамыз дейді. Сосын жер кепкен екен дейді. Жеріміз тас болып қалады дейді ғой. Сөйтіп ол жерге ештеңе өспейді дейді ана жерге. Өсіп тұрған нәрсемізді бүйтіп өліп қалады дейді, қысылып. Сол негізі осыған кішкене тоқталып өтсек болады ма? Бұл қандай топырақтар? Жол кейбір топырақ деген осы кейбір топырақтар дейді. Оны не істесек болады мысалы? Не істеуге болады оны? Мақсат айтып. Сол жоқ, басқа жолдар жоқ қой мысалы. Жаңа кейбір туралы айта кетейік. Натрий деп айттық қой топырақтың үшін. Ол топырақты үгітеді былайша айтқанда. Мысалы топырақтың құрылымы бар, түйіртпектілігі. Дәнді жаңағы үлкен дәнді, кесекті деген сияқты. Ол натрий деген сөз үгіте бастайды ол. Ұнтақ майда қалады да, ол топырақ жаңағы қатып қалу процесін қолыңызға алып қарасаңыз, қол майда ұнтақ анау. Кейбір болудың жаңағы несі, негізі көрсеткіштер. Топырақты үгітеді, су бересіз, топырақтың майда бөліктері төмен қабатқа шайылады да, жаңағы өзіңіз айтқан жаңағы пласт бар ғой, соның бәрін әсер етеді. Белгілі бір қабатқа келіп тоқтайды ол, сол жерде пластилин қатады, пласт болып. Ол берген, жоғарыдан берген ылғалдылық бар, өсімдік тамыр бар, ол пласттан өткізбейді. Төменнен келген ылғалдылықты жоғары қарай жібермейді, өлі зона бөледі былайша айтқанда натрий. Кейбір деп атқаным сол кейбір процесі солай түзіледі. Яғни ол жерде біз жаңа сәкен айтқандай терін жыртуымыз керек, ана бұзу үшін. Екіншіден гипс, фосфогипс қолданамыз. Фосфогипс қолданамыз. Жаңағы натрийді ығыстырып шығару үшін фосфогипсте кальций бар. Кальций жаңағы оң әсер етеді топырақтың сіңіру кешеніне. Ол жаңағы борпылдақ қабатын топырақтың жаңағы структурасын оң әсер етеді, өйткені түйіртпектілігіне деген сияқты. Жақсы, әдемі. Осы тұзданған топырақтардан ауытқымай тұрып айтып кетейінші. Осы көптеген шаруалармен бірге жұмыс істесеміз, сол кезде айтады, ой, жерім сортаң дейді, біреуіне ұрсаң, ой, кейбір менің жерім дейді да. Иә, өздері біле ме оны? Өздері білмейді. Бірақ бағанадан бері айтып жатыр ғой, тұзданған деп. Осы тұзданған топырақтар жаңағы бөлінеді. Соны айта кетейік, жаңағы тұзданған топырақтар бөлінеді. Ол жаңағы біз қазақтар бөлінеді ғой, 300-ге деген сияқты, 100-ден кейін ары қарай ру болып бөліне береді. Сол сияқты тұзданған топырақтарда бөлінеді. Ең бірінші жаңағы сортаңдар, одан кейін кейбірлер, одан кейін шахаттар болып үш түрге бөлінеді. Олардың өзі ары қарай бөліне береді, оған ары қарай кетпей ақ қояйық. Сол үшеуін айтып кете салсақ болады. Сортаңдар жаңағы бөліне бермек дейсің ғой. Онсыз да бөлініп жатқанымыз жетеді. Бірінші кейбірлер жаңағы құрамында натрий көп болса, кейбірлерге жатады жаңағы белгілі мөлшерде. Одан кейін сортаңдар құрамында жеңілдететін жаңағы SO4, сульфатты, хлорид. Сульфаттар, хлоридтер көп болса, жаңағы карбонаттар көп болса, солар сортаңдарға жатады. Шахаттар дегеніміз ол бөлек категория. Бізде бар ма олар? Бізде жоқ. Шахаттар деген жоқ. Естімеді. Онда жоқ. Бар ма бізде? Шахат. Мына тағы бір сұрақ келіп түсті ме жерге? Тақыр топырақтар деген. Шахаттың орысшасы не біз? Солод. Бар ма онда бізде? Бар шығар. Бар я. Не дейді? Арал, Қызылорда облысы. Аралдар, тақыр топырақтарға екі ауыз сөз. Тақыр топырақтарға. Оспанов, ғалым, такеровидный почва ол бір атақ беріп кеткен жаңағы. Ол әлемдік неде солай аталып кеткен. Такир деп. Такир деп, иә. Ағылшынша сөйтіп айта ма? Иә, ағылшынша. Ағылшынша да, орысша да аударылмайтын сөз ғой. Аударылмайды. Бір қазақша сөз тақыр, иә.
Тақыр деп ол қазақша мағынасы да өзі ит байласа тұрмайтын деген сияқты жер бар ғой өзі бір. Өзі шөп төспейді. Шөп төспейді ол жерге бір. Жаңағы сіз айтқан суғарасыз, су егістік жаңағы. Суғармасаңыз да жауын шашынмен су түседі. Бет қабат қабыршықтанып жатады жаңағының. Қабыршақ тиін болып. Сол топырақты тақыр деп айту керек. Ол не үшін бет қабыршақ болып жатады? Ол жаңағы бәрі әсері жаңағы топырақ құрамындағы жаңағы кепірлер деп жатырмыз ғой. Тұздар, топырақты үгіту процесі, үгітіліп кеткен структурасы. Жаңағы ұсақ бөліктерге. Топырақ жауын шашынмен ериді. Ылғалды төмен қарай өткізбейді. Бойында сақтап тұрады. Жаңағы температура көтерілген кезде кебеді де қайтып қабыршықтанып қала береді солай. Мысалы енді мынау арасында бір сұрақ қоя салайын. Мысалы жаңағы топырақтың түрлі жаңағы бөліп жатыр ғой, түрлі нәрсеге. Мысалы типтерге бөліп жатырмыз, тұздануына қатысты, жалпы құнарына қатысты бәрін бөліп жатыр. Соған мысалы оны анықтап беретін бізде қаншалықты мүмкіндіктер бар мысалы. Соларды анықтауға. Мысалы өздеріңіз мысалы жүрсіңдер ғой, мысалы қаншалықты қолжетімді. Мысалы жарайды, үлкен шаруашылардың, олардың мысалы тапсырыспен істейтін шығар. Басқа қарапайым адамдар, жер өлшемі кішкентайлар. Мысалы ауласын тексерткісі келеді, оның мүмкіндіктер бар ма ондай істеуге? Иә, мүмкіншіліктер бар. Өйткені қолжетімді. Иә, қолжетімді. Біз жұмыс істейтін институтта істейді. Зертханалық жағдайда барлығын анықтап береді. Бүкіл макро, микроэлементтерін, органикалық бөлігін, механикалық, физикалық, қай жағына тапсырып, тұзын да бар, қай жағына тапсырыс берсе, сол жағын істеп бере алады. Ол қатты қолжетімсіз деп айта алмаймын, өйткені бізде ең арзан, ең басқа зертханаларға қарағанда арзан болады. Және де ол зерттеу міндетті түрде жыл сайын, жылда егетін кезде жасамайды оны. Оны жаңағы 5 жылда бір рет жасап тұрса болады. Өйткені оны 5 жылда бір рет жасауға қалта көтереді шаруаны. Өйткені ол 5 жылға дейін қатты өзгеріс бере қоймайды. Яғни әр 5 жылда жасап тұрған дұрыс, иә? Әр 5 жылда. Мысалы енді бір солай ұсынамыз, иә. Керемет бір сұрақ түсті да бізге, бір қарапайым адам ойына келеді сұрақ тұр. Сұрақтың жаманы болмайды дейді. Біреу жазыпты, сары топырақты қара топыраққа қалай айналдырса болады дейді. Немесе айналдыруға бола ма дейді. Бола ма дейді? Айналдыруға қара топыраққа келмейді негізі сары топырақты жаңағы. Сары топырақ дегенде жалпы оңтүстіктің сұр топырақтарын айтуға болатын жер, сары топырақ деп. Иә, сөйтіп сұр топырақ қой. Иә. Оны бірден айналдыру жаңағы топырақ процесінің басында айтып өттік. Жылдап ол, миллиондап жылдап өзгеретін процесс ол. Ал қарапайым тілмен айтып, ол сары топырақ қара топыраққа айналдыруға келмейді. Бірақ оң нәтижелерге қол жеткізуге болады жаңағы. Қара шірінісін жоғарылатуға, көң шашуы жаңағы арқылы, минералды тыңайтқыштар беру арқылы деген сияқты. Органикалық тыңайтқыштар беруге деген сияқты. Жоғарылатуға болады жаңағы қасиеттерін. Бірақ бірден айналдыруға келмейді қара топыраққа. Әдемі. Мысалы енді бір маңызды сұрақтың бірі. Мысалы анау топырақты жаңа айттық қой, байлық дедік, жаңағыда ол сарқылады дедік, дұрыс қарамаса, бұзылады дедік, азаяды дедік, қарашы нәрсе. Соған байланысты мысалы біз топыраққа деген қарым-қатынасымыз туралы бір-екі ауыз сөз сөйлесек, қандай айтсақ, мысалы біз не істегеніміз дұрыс, ғалым ретінде жігіттер не ұсынасыңдар мысалы. Өйткені біз енді ұрпаққа қалдыруымыз керек қой, бізге ата-бабамыз қалдырды. Қалдыру үшін негізгі мысалы бір-екі ұсыныстар айта аламыз ба мысалы? Иә, топырақ жалпы кез келген егін өсіріп отқан, мал асырап отқан, ауыл шаруашылығымен айналысып отқан адамның барлығы осы топыраққа байланысты. Ал қаланы ауыл асырап отыр. Ауылдағылар топыраққа қарап отыр. Яғни топырағымыз құрыса, барлығы құриды деген сөз. Яғни адам қазақ бекерге айтпаған жер ана дейді. Жер ана деп, анаңызды қалай қастерлейсіз? Жаңағы жылы жұмсақ нәрсе беріп, мысалға жақсы сөз айтып деген сияқты. Топырақты сол сияқты да, ол теңеуін беріп қойғанда қазақ жер ана деп. Сол сияқты. Оны қастерлеуіміз керек. Жаңағы байлықтар, құнарлықтардың сарқылмауына әсерін жасау керек жаңағы. Дұрыс пайдалану керек. Жаңағы егісті жырту кезінде, суғару кезінде деген сияқты. Дұрыс жағынан. Жаңағы сәкен айтып, мал жаюдың өзінде де оның технологиясы, әдістері бар. Мысалы, бір жерге мал жая беретін болсақ, қолдан шөл жасап жатыр да, құмдану процесін жасап ше. Кімнің айтатыны бар, бұқыр жаудың. Ата-бабаларымыз қалай қолданған деймін да кезінде. Күзде күздік жайлау, жазда жайлау, қыста қыстау деп. Қарап отырсаң, жайдан жай көшіп жүрмегенде олар. Сондай тарихта деректері бар екен. Бір жерге 10 жылдан кейін бірақ айналып келіп отқан кездері бар екен.
бір жерге мал жайған жеріне не үшін ана жер өсімдігі мен топырағы өзінің қалпына келіп келмейінше қайтып оралмаған. Кімнің? Малды да солай жазған. Бұқар жыраудың айтқаны бар ғой анау. Жақын жерден шөп жесе, жердің сәнін кетірер, ағайынның аразы елдің сәнін кетірер деген, не? Бір жерден жей берсе не? Бір аха. Дұрыс пайдаланбау дегеннің бәрі соған әкеп тірейді да жаңағы. Жер дұрыс пайдаланбау дегеннің. Әдемі. Енді жігіттер, мына бүгін енді азды көпті әңгіме айттық, бірақ бұл топырақ саласы жаңа өздерің айтқанда қанша жылдан бері жұмыс істеп жүрсің, бұл жаңағы жарты сағат, бір сағаттық сыйдырудың өзі өте ашылып кетті. Ақылға да сыймайды. Және біз бастапқы тақырыпқа бір көрермендерге біз бірдеңе жеткізе алдық деп үміттенеміз. Ендігі біз алдағы тақырыптарда мысалы біз бетін ғана өттік деп ойлаймын. Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс па солай? Мысалы бет қабатын өттік деп. Мысалы келесі жолы, мысалы кейінгі тақырыптарда енді тереңірек кірсек осы тақырыптарға, келесі тақырыптарда, өйткені бүгінше ауыру көтпесін. Мысалы келесі жолы мынаған тоқталсақ, өсімдіктің қоректенуі, топырақтың құрамындағы қоректік элементтердің мөлшері, оның аз ба, көп па, қай элементтер маңызды, қай элементтер оның зиян болуы мүмкін, қанша болу керек деген сияқты. Яғни біз терең үңілсек соған, енді өсімдіктің қоректенуіне қатыстық. Қазірше көрермендерге қызық болатын сол жағы. Негізгі әлеуметтік желі бар ғой, қазір барлығына сауалнама жүргізу керек, міндетті түрде жаңағы осы видеоның астына да міндетті түрде комментарий келеді. Сұрақтар жаңағы әлеуметтік желілерде бәрінен сауалнама жүргіз, міндетті түрде қай тақырып қызық, осы қызық болды ма? Сол қайсы қызық, келесі жол сонымен жалғастырған дұрыс болады. Ал жігіттер, онда көп рахмет, арнайы уақыттарын бөліп келгендеріңе. Мына біз оны бастаймыз деп жүргенге қанша уақыт болған негізі? Сол бізде түрлі тақырыптар бар. Алдағы уақытта өздерің жақсы білесіңдер оны. Жаңағы алдағы өзіміздің ойлап жатқан түрлі дақылдарға қатысты, мысалы жүгеріге қатысты болсын, техникаға қатысты болсын, жеміс бақтарына қатысты болсын, тыңайтқышқа қатысты болсын, өсімдік қорғау саласында болсын, зиянкестермен күрес, немесе жылыжайда қалай өсіру оны пайда табу, немесе одан тұқымдарға қатысты бізде түрлі тақырыптар жеткілікті. Осы тақырыптарға қатысты алдағы уақытта біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Және де мен тағы қайтып өткенде, мынау топырақ саласы біз ешқандай өзектілігін жоймайды деп ойлаймын. Алдағы уақытта міндетті түрде қайта оралатын боламыз тереңдеп. Ал егерде көрермендерге тағы да қосып кететін, айтылмай қалдау деген нәрсе болса айтып кетсеңдер болады. Бастамаң осындай алға іске аса берсін, міндетті түрде. Туған жерін топырағын тоздырмайық, сосын көрермендерге айтатын. Одан кейін осы бастама алға қарай осы жалғасын тауып, міндетті түрде ірі жобаға айналсын деп тілеймін. Рахмет. Шақырғандарға рахмет. Рахмет. Жақсы. Біраз нәрсе айттық деп ойлаймын енді өзімше. Егер де мысалы енді көрермендерден жеке сұрақтар түсіп жатса, мысалы телефон нөмірлерін бөлсеге болады ма? Болады, бөлісуге болады. Осы салада жүрміз. Болды, жақсы. Онда құрметті көрермендер, зер салып тыңдағандарыңызға өте рахмет, көп алғыс білдіреміз. Егер тыңдап отқан болсаңыздар, бізді соңына дейін сабыр сақтап, бұл біздің басында айтып өткенде бірінші подкастымыз. Алдағы уақытта бізде өте көптеген жоспарларымыз бар, болжамдарымыз бар. Сол үшін де біздің каналымызға тіркеліп, міндетті түрде астына комментарий қалдырыңыздар. Ол біз үшін өте үлкен серпіліс береді. Біздің бағытымызды дұрыс алуына көмегін тигізетін болады. Ал онда жігіттер, сендермен, одан кейінгі бәрі көрермендермен қоштасамыз. Келесі кездескенше күн сәтті болсын.